Саламатсыздар ма, комиссия мүшелері? Бүгінгі облыстық жер комиссиясының келесі отырысында екі мәселені ұсынып отырмыз. Мәселелер бойынша мүдделі топтарындағы өкілдері бүгінгі комиссияда қатысып отыр. Сұрақтарыңыз болса, осы комиссия барысында қойсаңыздар болады, отырыс барысында. Бүгінгі комиссиядағы бірінші мәселе Crystal Management акционерлік қоғамының өтініші бойынша. Бұл Crystal Management акционерлік қоғамымен Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Қаракөл кенішінен жалпы көлемі 117,10,338 гектар жер учаскелеріне көмірсутегі шикізатын өндіру мақсаттары үшін 2048 жылдың 2 мамырына дейінгі мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану құқығын табыстау сұраған. Бұл аталған акционерлік қоғам Қазақстан Республикасы энергетика министрлігімен 2014 жылғы 7 ақпандағы келісімшартына сәйкес 2023 жылғы 2 мамырдағы 9 толықтырулар бойынша Қаракөл кенішінен көмірсутегі шикізатын өндіру құқығы 2048 жылдың 2 мамырына дейін мерзімге рұқсат берілген. Яғни аталған Crystal Management'тің жер пайдалану несі бар, келісімшарты бар. Жер учаскелері зерттеу барысында сұралған жер учаскелерінің координаттары анықталып, актілі сызбалары біздің жұмыс органы басқарманың қызметкерлерімен жасалған. Өтінімге сәйкес сұралған жер учаскесін табыстау мүмкіндігі бойынша біз 10 қорытынды жобасын ұсынып отырмыз. Осы ұсынылған мәселе бойынша сұрақтарыңыз болса. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса, бірінші акционерлік қоғамның, Crystal Management акционерлік қоғамның өтініші бойынша. Менде сұрақ жоқ. Сұрақ болмаса, бізбен жұмыс органымен ұсынып отқан табыстау мүмкіндігі бойынша 10 қорытынды жобасы, яғни Crystal Management'ке Жалағаш ауданы Қаракөл кенішінен көлемі 117,348 гектар жер учаскелеріне көмірсутегі шикізатын өндіру мақсаттары үшін 2048 жылдың 2 мамырына дейінгі мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану құқығын табыстау мүмкіндігі бойынша 10 қорытынды жобасы. Дауысқа салсақ, құрметті комиссия мүшелері. Құрметті комиссия мүшелері, видео қосып жіберсек, көрінбей тұр сіздерде. РПП, КЗО, Әсет ағай, видеоларыңызды қосып жіберсеңіздер. Құрылыс басқармасы. Оң қорытынды бойынша. Bir ауыздан мақұлданды, олай болса, қарсы қалысушылар болмаса шешім қабылданды. Келесі мәселеге көшсек, бізде келесі мәселе Қазгермұнай біріккен кәсіпорынның жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өтініші. Қазгермұнай біріккен кәсіпорын жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қызылорда облысы Сырдария ауданы аумағынан жалпы көлемі 13,158 гектар жер учаскелеріне көмірсутегі шикізатын өндіру мақсаттары үшін 2032 жылдың 1 наурызына дейінгі мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану құқығын табыстау сұраған. Бұл аталған жауапкершілігі шектеулі серіктестікте энергетика министрлігімен 93 жылғы көмірсутегі шикізатын өндіру жөнінде келісімшартқа 2023 жылдың 19 мамырында 7-ші толықтыруларға сәйкес Қызылорда облысындағы Ақшабұлақ, Нұралы және Ақсай кен орындарынан көмірсутек өндіруге, оның ішінде Ақшабұлақ пен Нұралы кеніштерінен 2034 жылдың 1 наурызына дейін, Ақсай кенішінен 2038 жылдың 1 наурызына дейін мерзімге рұқсат берілген. Жер учаскелеріне басқармамен акті зерттеу жасалып, координаттары анықталып, актімен сызба жасалған. Сұратылып отырған жер учаскесі облыс әкімдігінің 2015 жылғы және 2020 жыл қаулыларымен 2023 жыл 1 қарашасына дейінгі мерзімге уақытша жер пайдалану табысталған. Бүгінгі күні жер пайдалану аяқталмасын қайта рәсімдеуде жаңадан өтініш беріп отыр. Егер де осы жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің мәселесі өтініші бойынша сұрақтарыңыз болатын болса, өкілі отыр, қойсаңыздар да болады. Құрметті әріптестер, комиссия мүшелері. Өзге комиссия мүшелері сұрақ бар ма? Сұрақ болмаса, дауысқа салсақ. 13,158 гектар. 13,158 гектар.
13,5 гектар ғой. Интересно. Мгм. Жақсы. Сұрақ болмаса, онда біздің басқарма жұмыс органы мен комиссияның жер учаскесін табыстау мүмкіндігі бойынша 10 қорытынды жобасын ұсынып отырмыз. Дауысқа салсақ. Қарсы қалыс жоқ, шешім қабылданды. Құрметті комиссия мүшелері, уақыт бөліп осы комиссия жұмысына, отырысына қатысқандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар.